Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы. Қазақ халқын атақты серісі Ақан сері мен оның жүйрігі құлагердің тағдырына арналған. Құлагер елге әйгілі бәйгеде алдына жан салмаған ерекше жүйрік тұлпар. Ол тек ат қана емес, Ақан серінің ең сенімді серігі, сырласы әрі мақтанышы болады. Ақан сері құлагерді басқа аттардан жоғары қойып, ерекше күтім жасайды. Халық та құлагерді жақсы көріп, әр бәйгеде оның жеңісіне үміт артады. Бәйге ел үшін үлкен оқиға. Бұл тек жарыс емес, намыс пен абыройдың көрінісі еді. Құлагер шапқанда жұрттың назары түгел соған ауып, оның озып шығатынына сенім мол болады. Алайда құлагердің атағы мен даңқы кейбір адамдардың ішіндегі қызғанышты оятады. Олар әділ жарысқа шыдай алмай, қастандық жасауға бел буады. Бәйге үстінде құлагерге жауыздық жасалып, ол ауыр жарақат алады да мерт болады. Бұл қасірет Ақан серіге аса ауыр соққы болып тиеді. Ол сүйікті тұлпарынан айырылып терең қайғыға батады. Ақан серінің жоқтауы жеке адамның зары емес, бүкіл елдің мұңына айналады. Құлагердің өлімі арқылы ақын адам бойындағы іштарлық, қызғаныш пен зұлымдықты әшкерелейді. Поэмада Ілияс Жансүгіров әділетсіздіктің қоғамға тигізер зиянын көрсетеді. Құлагер бір жүйріктің ғана тағдыры емес, таза өнер мен шындықтың қатыгездікке тап болуы туралы шығарма. Бұл поэма оқырманды адалдыққа, әділдікке және жақсылықты қорғауға шақырады.